Қыздар, сіздерге синфизит жөнінде айта кетейін. Егер де менің видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп қойсаңыздар болады. Осы YouTube каналыма және де Instagram аккаунтыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Енді қараңыздар, бізде мынау жамбас сүйегі 3 сүйектен құралған, жамбас қуысындағы 3 сүйегімізді айтатын болсақ, ол бізде именно осы шат сүйегіміз, мына ішіміздің төменгі бөлігін басып көрсек, сол екі шат бір-бірімен былай айтқанда байланысып жатыр. Ортасында симфиз бар, шеміршекті бөлік симфизбен байланысып жатыр. Осы симфиздің қабынуын біз симфизит дейміз. Енді ол қай кезде қабынуы мүмкін? Қай кезде ол жерде былай айтқанда өзгеріске ұшырап, оның қызметі бұзылуы мүмкін. Егер де сізде жиі жүктілік болатын болса, бір жүктілік пен екінші жүктіліктің арасы сақталмаған болатын болса, витаминдеріңіздің жеткіліксіздігі болатын болса, Д витаминінің, кальцийдің жеткіліксіздігі болатын болса, және де бір босану мен екінші босанудың арасының жиілігі сақталмай, жиі зақымдану болатын болса, және де балаңыз төмен орналасатын болса, осы шат сүйегіне, осы симфизге қысым түсіп, соның нәтижесінде ол не істеуі мүмкін? Екі шат бір-бірімен ажырауы мүмкін. Симфиздің расхождение дейміз, екеуінің ажырауында өзгерістер болуы мүмкін. Егер де сізде ішіңіз, беліңіз ауырсынатын болса, жүкті кезде отырып тұрғанда қиналатын болсаңыз, жатып отырғанда қиналатын болсаңыз, осы сүйектің айналасын басқанда ауыратын болса, жыныстық қатынас кезден кейін қатты ауырсыну, жүрегіңіздің нашарлауы болатын болса, онда сіз не істеуіңіз керек? УЗИ лонного сочленения түсіруіңіз керек болады. УЗИ лонного сочленения түсірудің нәтижесінде көп жағдайда поликлиникада травматолог, ортопед мамандарына жібереді. Мен травматолог, ортопедтер мамандарынан бөлек остеопат мамандарына баруға мен сіздерге кеңес беремін. Остеопат мамандары сіздерге арнайы массаж жасау арқылы, және де арнайы тейпирование дейміз, бір наклейканы жабыстыру арқылы сол ажыраған симфиздің қалпына келуіне көмегін тигізеді. Бұның барлығы не үшін? Өйткені сіз кесар тілігімен босанып қалмас үшін. Ажырау егер де 1 сантиметр және де жоғары болатын болса, сіз кесар тілігі арқылы босануыңыз мүмкін. Егер сіз остеопат мамандарына дұрыс бару арқылы, сол кісілер дұрыс техника жасау арқылы сіздің өзіңіз босануыңызға мүмкіндік береді. Әрине кальций, Д витаминдерін ішу керек, бандаж кию керек. Сол үшін дұрыс күтім жасаңыздар. Егер де менің симфизит туралы видеом ұнап жататын болса, және де одан да бөлек жүктілік жағдайына байланысты сұрақтарыңыз болып жататын болса, немесе жүктілігіңіздің ағымы жақсы өтсін десеңіз, ешқандай қиындықсыз гинеколог мынаны айтпады, мынаны айтпады деген секілді жауаптар болмас үшін, сізге мен керемет ұсынысым бар, өзімнің сабағым бар, жүктілік курсым. Сол сабақта бүкіл осындай неше түрлі жағдайларда, патологиялық жағдай болсын, жүктіліктің кезеңдері болсын, тыныс техникасы болсын, сіздерге информация жасап, сақтап қойған болатын. Қатыссаңыздар болады. Егер де қатысыңыз келетін болса, мен биода сіздерге ссылкасын қойып қоятын боламын. Сол ссылкасын ішіне кіріп, сол информация туралы танысып шығатын болсаңыздар, және заявка қалдырсаңыздар болады.